Ассаламу алейкум, эфирде заман ноябрьнің 17-сі Қырымышғалының 1359-шы күні студияда Мөвеле Мұхтарова чалыша. Төневін ішғал етілген Қырымда тұтылған Мұстафа Мұстафаев тапылды. Оны аққұройшылар әліді Ақиярда тұта. Өмір арқадашы Ленара Мұстафаева Ақайы Ақияр полициясының бөлігіне анжақ яры кеже кетірілді деп білдірді. Күнде вамында оны қайда тұтқанлар белі дегіл қадын Ақайынен 2 даққа субетлеші болды. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает, мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? Төнеуін Қырымда ең азындан 3 тұнтув кешті ФСБ веселялы құройшылар ішкі районында Мұстафаевлерінің қорантасына келді. Олар қапы ве пенжерелеріні қырып балаларыны ұрдылар. Тұнтув вақтында ясақланған бір шей тапылмады, ләкин айле башы Мұстафа Мұстафаев тұтылды. Меджлис ішкі районының Эссен-2 Пушкина көйінде кешкен тінтөвлерінің протоколлар копияларыны елде етті. Бұақта Қырым Татар Мали мерkezінің рейсі Искендер Бариев АТР телеканалының эфирінде айтты. Весіқаларға көре тінтөвлеріні Ақияр шайырындегі Русия Ичішлер Насырлығының идареті хатшысы Адалет майоры Дианкин идаре етті. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Бақшысырайдағы хан сарайының тамиры тоқтатылды. Бұақта Қырым Татар Фали Дудаков Facebook сайфесінде білдірді. Оның айтқанына көре ноябрьдің 29-ында хан сарайындағы тамир ішлерінен бағлы діңлевлер өткерілежек. Ишғалчелер хан жәмеде сөзде тамир ішлерінің кешіріп 18-ші асырға айт языларыны бозды. Хан жәмеден ғайры сарайының дегер ядегарлықлары да зарар көрді. Украина Медениет Насырлығы Бақшысырайдағы хан сарайында кешірілген қанунсыз ішлеріне желе тоқтатмаға шақырғаны да. Бүгін ішғал етілген Қырымда сөзде Ақмешіт махкемесінде февраль 26 давасы бақыла жақтар. Бұндан евелкі бір қайшы тұрыш башқа күнлерге бұштырылғаны да бұл афта башында қадым мешғул олғаны үшін махкеме олмады. Ләкин Меджлис рейсінің муавины Илми Умеровның фікірінше Қырымның ішғал жакимиеті февраль 26 давасының не пәжағаны білмей, чөнке бұл даваның баш мабюсақтым шейгоз азат етілді. Февраль 26 давасының да 7 мабюсы 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламентінің бинасы оғынде қалабалықларда іштірак етмесінде қабатлана. Русияның халқара аланда айтқан лафлары бұтынлей ялан. Меджлис рейсінің муавина Ахтемчей Гос Русия векелінің Бірлешкен Миллетлер Баш Ассамблеясының 3-ші комитетінде епқан чықышына бөйле сөзлерінен изатлады. Ахтемчей Гос ве Мустафа Джевилев Нью-Йоркта шу топлашуда бұлындылар. Меджлис рейсінің муавина Бірлешкен Миллетлерде іштірак еткен егетлерден Бүйік Британияны қайдетті. Оның айтқанына көре Бірлешкен Миллетлерде Енгелтері векелі ішғал етілген Қырымда Қырым татарларының ал вазиетіне бұйық диққат айырды. Очень эмоционально проходило, потому что выступление российского представителя, как с этой наглой брехней, естественно, не остается незамеченным. Ключевым было выступление представителя Англии. Также можно с таким удовлетворением я отметил работу той команды МИДа для принятия этого решения, работу нашего лидера Мустафы Джемилева.
как даже я там успел заметить, это проголосовали лучше, чем даже ожидали мы. Украина радиосының журналисті Павло Шаройко бейас Русейде тұтылды. Оны жасуслықта шеклейлер бұақта Украина Милли Жема телерадиокомпаниясының идари рейсі Зураб Аласания білдірді. Оның айтқанына көре Украинадағы бейас Русия елшіханесі журналистінің тақдырымен бағлы ресми мұражатларға жауап бермей, Павло Шаройканың өмір арқадашы ақайы октябрның 25-інде невел тұтылмасы мүмкін деп тахмин ете. Украина тышышлер назірлігі журналистінің Минскте тұтылмасы аққында біліп, тапсилатлы малимат алмаға тырыша. Міністерству закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в цьому зв'язку МВС вживає заходів у справі захисту його прав. Обставини і деталі та причини затримання на цьому етапі не коментуємо. Алманиядағы Русия елшіханесінің бинасы өгінде Олег Сенцовға қол тұту акциясы олып кешті. Берлиннің алман мөйлефлерінің пен-клубы Русияда қанунсыз тұтылған Украин режиссеріні азат етмеге талап етті. Олар Сенцовны işgalçiler tarafından hapsке қапатылған Украин мәдениет ырбапларының темсалі деп сая тедбірде чешет мемлекетлерінің 30-дан зәді темсілжісі иштирак етті. ФСБ Олег Сенцовны 2014 сенесі Қырымда яқалады. Оны Ярамадада теракт азырламасында қабатладылар. Русия махкемесі режиссеріні 20 елға хапске алды. Русия Украинаның рейнелерін алмаштырма жақ бұақта Кремльнің мұдбуат кетібі Дмитрий Песков білдірді. Журналистлерге о елбасшылары шымдылық Украина ве Луганск ве Донецк велетлерінің işgal етілген топрақлары арасында есірлеріні алмаштыру мәселесінің музакире етмеге азыр деп білдірді. Бұақта Владимир Путин қанунсыз тақымлар елбасшыларының телефон вастасымен бағланып қылыфеткен екен. Бұнымен берабер Песков қайдетеке бойыснас Русия ве Украина арасында есірлеріні теслим етмесінен екінленмейжектір. Украина қавсызлық саасында Америкадан ярдым алacak. Темсілжілер палатасындан соң Америка Сенаты келешек сененің мұдафа бюджеті лейхасыны таздықлады. Украина үшін $350 миллион белгілеген весеқа президентке берілді. Дональд Трамп оны имзаласа Америка Бірлешкен Девлетлері бұл параға Украина ордусы үшін өлдіріжі сіля алып бережектір. Амина Акуева Америка Бірлешкен Девлетлерінің конгрессінде аңылды. Конгресс азасы Марси Кап 4 темсілжілер палатасы өгінде чықышта болынды. О дүнияны Русияның япханларыны тоқтатмасына чағырды ақсалда, оның тоқталачағы жоқ дей, бұның да бір делілі Амина Акуеваның өлдірівідір. Америка Конгрессінің азасы Кремль азатлық үшін көрешкенлеріні сұстырajaq олы деп айтты. О Украинаның Русия стилясы еле көрешінде бірдемлік көстергеніні қайдетті. The world lost a brave and beautiful soul. Світ втратив хоробру та прекрасну душу, але ця втрата не буде даремною. Нехай мужність та життя Міни стануть натхненням для нас всіх, і нехай міжнародна спільнота буде з Україною пліч-опліч у протистоянні російській агресії проти суверенної країни, борючись за майбутнє без убивств, замовлених державою, без війни та окупації. Харьковде yüzbergen дешетлі yol қазасының себепшісі олмасында шекленгенлер Одессе еріне қайта. Башта Лексус айдавжысы 20 yaşında Алена Зайцева, соңыра туары айдавжысы Геннадий Дронов кетірілгені да тақиқатшыларының тешкірігі насыл олды, левхамызда тариф етілі. Харьковде инсанларның өліміне кетірген yol қазасының екенжі иштиракчысы бұғавланған алда Одессе еріне кетірілді. Тахиқатчыларының тешкерөвінде қаза оғраған машиналарының yolcıları да иштирак етті. Олар о күні машиналарының әрекетіні қатырлады. Геннадий Дронов бір аптадан берлі СИЗОда ята. Башта одаваның шаты еді шымды есе шеклене. Дроновның имайысы Низарет алтында қалмасыны итераз білдірежек ола. Туарек айдавчысы Дронов ачлық тұтмаға ниетленгенini айдынлатты. Вы объявили голодовку.
скорее всего, объявлю. Потому что вы сами все видели сегодня. Требования, требования. Требования справедливости, ребят. Есть видео, есть куча людей, свидетелей. Все это есть. Я никуда не собирался убегать. Я на больнице еще. Меня с больницы схватили. Yol kazasının ikinci iştirakçısı Lexus ayдавчысының 20 yaşında Alena Zaytseva ноябрьнің бірінде bunun gibi teşkerövde keçken edi. Onu da buğavlap getirgen ediler. Kızaqladı. O budavanın birinci şeklengen kişi oldu. Onu kaza yerinde yakalangan ediler. Zaytseva'nın kanında narkotik tapılgan edi. Şimdi iki şeklengen insan sizoga yattı. Eksperiment neticelerini tahikatçılar aydınlatmay. Tahikat sırrı olganını deyler. Очень много экспертиз, но, к сожалению, я вам назвать их не могу. Объем работы большой, но следствие будет окончено в кратчайшие сроки, потому что дело резонансное. Yol kazası oktyabrның 18-inde Kharkiv'de yüz bergen edi. Lexus ve Volkswagen Touareg çatışkanın neticesinde 6 insan elak oldu. Tahqiqat devam etti. Riana Aliyeva, Zaman, ATR. Мариэлде Матей Миллианы тілді бұның себебі yol қазасы oldu. Оның нәтижесінде 15 кіші елек oldu. Олардан бірі баладар қаза Волга civarında yüz берді. Yolda Mercedes Sprinter ve ағаш машинасы çatıştılar. Fevkalade vaziyetler nazarlığının malumatına göre mikroavtobus rıhmarıq толы еді. Оның айдавчысы бірден елек oldu. 4 yaralanған insan hastahanеге түшті. Олардан 3 бала. Оларны автобустан махсус техника vastasымен çıkara ediler. Қаза себебі микроавтобус айдавчысының әрекетлері olması мүмкін. Адеседен бір қаш саат өгіне регионда көчлі қарды яғмаға башлады. Геническте Алим Беляловға ярдым концерті кечірілежек. Генч юинг саркомасына уғрада Алимнің аяғыны кестілер. Оның тедавиленмесіне әжіле пара керек. Хайриет етбірі ноябрьнің 24-інде саат 16-да Украина кинотеатрында olacaqtır. Анда Қырым-татар ичрайчылары ве ойынчылары чықышта болынacak. Bundan gayrı Қырым-татар ярмалығы да өткерілежектір. Балалар үшін ise мультфильм қараманлары ile foto аланы olacak. Ләқайт қалмағанлардан тедбірге келіп, Алим Беляловға ярдым көстермелері rica етіле. Шымдалек бұл соңғы хаберіміздір. Saat 3-те яңа хаберлеріні заманда Украинче сейретмеңіз мүмкін. Көрішмек үзірем.